Достар, келесі сабаққа қош келдіңіздер. Және бұл сабақта, жалпы бұл сабақтар сериясы, болашақта жасалынатын сабақтар сериясы кімге қызық болуы мүмкін, және де сізден не талап етіледі деген сұрақтарға жауап іздейміз. Яғни, бұл сабақтар сериясы шынын айтқанда өте бастауыш деңгейдегі IT саласындағы мүлдем хабар жоқ адамдарға өте қиын болуы мүмкін. Және де шынын айтқанда біздің арнада бірнеше сабақтар сериясы жазылып қойды, және оның барлығы сізге көмектесті деген ойдамын. Яғни, мысалы дербес компьютермен жұмыс жасай білу, соның ішінде Linux-тің алғашқы қадамдары, алғашқы негізгі командалар, яғни Linux-тің негіздері деп аталатын сабақтар сериясы болуда, және оның барлығы сізге көмектескеніне, яғни қарасаңыз көмектесетініне сенімдімін. Және сіз сол сабақтар сериясының барлығын қараған болсаңыз, онда осы сабаққа ілесіп алып кетуіңіз әрине мүмкін. Онда кірісейік, және де бұл сабақ кімге қызық болуы мүмкін деген сұраққа жауап берейік. Ең бірінші кезекте әрине бұл жүйе администраторларына қажет сабақ болуы мүмкін, яғни қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан администраторларға немесе болашақтағы жүйе администраторларына өте қызықты болуы мүмкін деген ойдамын. Яғни жаңа алдыңғы сабақта айтып кеткендей, бізде кішігірім немесе орта деңгейдегі тіпті өте үлкен ұйымдарды да басқаруға мүмкіндік беретін осы CentOS дистрибутивін қарастырамыз. Және де егер сіз Windows-тың серверлік машинасымен жұмыс жасайтын болсаңыз, яғни Microsoft-тың Windows Server 2012-2008 операциялық жүйелермен жұмыс жасайтын администратор болсаңыз, онда Linux әлемінде бұл тапсырмалар қалай іске асады, және Linux пен Windows-тың, яғни Microsoft продуктларының, тауарларының арасында қандай айырмашылық бар деген сұрақтарға жауап беруге тырысып көреміз. Мен сіздерге келесі сабақта осы Red Hat пен CentOS-тың арасындағы байланыс қандай және айырмашылық қандай деген сұраққа толығырақ жауап беруге тырысып көреміз. Алайда қазір айтып кететін болсақ, бұл CentOS операциялық жүйесі, CentOS дистрибутиві, бұл Red Hat-тың сыңары немесе айнымай жасалған көшірмесі деп айтсақ болады. Және CentOS бұл тегін әрі ашық таратылатын бағдарлама. Олай болса, бұл дистрибутивті қолданатын және бұл дистрибутивтен пайда түсіретін ұйымдардың саны мыңдап есептелінеді, және бұны өздерінің ұйымдарында, яғни шын өмірде IT мәселелерді шешуге қолданатын компаниялардың саны миллиондап есептелуде әбден мүмкін. Енді бұл жерде Ubuntu-дың серверлік машинасы, сондай-ақ OpenSUSE серверлік машиналармен жұмыс жасайтын мамандарға көмектесе ме, оны анық айта алмаймын, себебі бұл дистрибутивтермен мен шын айтсам жұмыс жасамағанмын. Алайда бұлардың арасында ұқсастықтың өте үлкен екенін ескерсек, онда бұл сабақтар сериясы болашақта мысалы OpenSUSE немесе Ubuntu дистрибутивтермен жұмыс жасайтын администраторларға да қызық болуы мүмкін. Енді мына жерде жазып кетіппін, басқа саланың мамандарына деген екенмін, және бұл жерде Windows-тың, яғни серверлік машиналары 2012 жүйесімен жұмыс жасайтын мамандар болса, онда Linux-те бұл мәселелерді шешуге бола ма? Яғни Windows-тың серверлік машинасы әрине бұл Microsoft компаниясы қолдайтын және бірнеше ақы төлеп алатын тауар болып есептелінеді. Олай болса, тегін бағдарламаның кемшілігі қандай және мүмкін тегін бағдарламаның беретін артықшылықтары қандай деген сұраққа жауап береміз. Енді аса қызығушылығы бар кез келген маманға, көрермендерге деп жазған екенмін. Жалпы Linux-те жұмыс жасап, болашақта IT саласында жұмыс жасағыңыз келсе, онда сіздерге де қызық болуы мүмкін. Олай болса, барлығыңызға қош келдіңіздер деймін. Және келесі слайдқа түссем, бұл жерде сізден не талап етіледі және сабақ қалай жүргізіледі деген сұрақтарға жауап іздеген екенбіз. Енді сізден не талап етіледі деген сұраққа келсем, онда Linux-тің негіздері сабағында айтып кеткендей, сізден бірінші деңгейде ағылшын тілі талап етілуі мүмкін, себебі өздеріңіз таныс болсаңыздар, бұл жерде көптеген терминдерді, сондай-ақ көптеген ұғымдарды қазақ тіліне аударып жатпаймыз, және де термин сөздерді аудармаймыз. Сондай-ақ кейбір қызмет түрлері, яғни DHCP, DNS, мысалы Network Address Translation, Proxy Server, яғни көптеген қызметтер, көптеген сервистардың барлығын ағылшын тілінде қалдырамыз, және оны, яғни ағылшын тілінде ресурстардан Википедия парақшасынан аламыз. Олай болса, сіз бастапқы деңгейде немесе pre-intermediate, яғни орта деңгейге дейін ағылшын тілін білсеңіз, онда үлкен көмегі болады. Енді алдыңғы сабақтарда айтқандай, ағылшын тілі болашақ IT мамандар үшін өте маңызды. Олай болса, сіз ағылшын тілінен әлі бастауыш деңгейде болсаңыз да, онда қарай беріңіз, болашақта әрине барлығын жоғары деңгейге көтеруге мүмкіндігіңіз бар. Енді жылдам теру мүмкіндігі деп алдыңғы сабақта тағы да айтып кеткендей қалып кеткен екен.
Және жылдам теру әрине сізге қажет, себебі серверлік машинамен жұмыс жасау барысында көп жағдайда терминалмен жұмыс жасауға тура келеді. Және де графикалық user интерфейс, яғни графикалық терезенің әлі Linux әлемінде аз екенін ескеретін болсақ, онда терминалда жұмыс жасайсыз, және жылдам теру мүмкіндігі сізге әрине бұл жерде көмектеседі. Енді IT саласының маманы болу сізден талап етіледі деп жазған екенмін. Алайда бұл жерде айтып отырғаным, сіз мысалы желіні қалыпқа келтіру, сондай-ақ қарапайым сұрақтар, мысалы IP адрес деген не, мысалы IP адрестің класс C, класс A, класс B деген класстары не мағына береді. Сондай-ақ жалпы желідегі құрылғыларды жалғай білу, мысалы қарапайым switch деген не, сондай-ақ роутер не үшін қолданылады. Сонымен қатар, яғни бұл жерде көптеген қарапайым IT саласындағы сұрақтарға барлығына жауап беріп отырмаймыз. Мысалы DNS деген не дегенге оны жалпы айтып кеткенмен түпкілікті түсіндіріп жатпауымыз мүмкін. Сондай-ақ мысалы DHCP не үшін қолданылады, сервер деген не, бұның барлығын жеке-жеке тоқталмауымыз мүмкін. Бұл қызметтердің және де бұл IT саласындағы терминдердің, IT саласындағы протоколдардың барлығын түсіндіретін болашақта сабақтар жасай жатуымыз мүмкін. Алайда сіздің бастапқы түсінігіңіз, жалпы IT саласындағы хабарыңыз болса, ол өте үлкен көмегі тиеді. Және де IT саласының бастауыш мамандары болғанымен, мысалы, егер сіз мүлдем хабарыңыз жоқ болса, күрделі болуы мүмкін. Алайда бұл сабақтарды қарасаңыз, мен сабақ барысында кейбір ұғымдарға түсініктеме беріп отырамын, және де шын айтқанда, қандай деңгейдегі маман болсаңыз да, қандай деңгейдегі IT саласындағы бастауыш маман болсаңыз да, онда ілесіп алып кететініңізге сенімдімін. Енді мен кейбір жағдайда, яғни сілтеме жасап отырамын, мысалы IP адрес деген не, оны өздеріңіз іздеп қарап жатарсыздар, немесе switch деген не, немесе роутер деген не, сондай сұрақтарға мысалы жауапты өздеріңіз іздеуіңіз мүмкін. Енді төмен жағында оқуға деген ынта деп жазған екенмін, және әрине бұл жерде білімге деген құштарлық бәрімізге қажет. Енді сабақ қалай жүргізіледі деген сұраққа келетін болсақ, алдыңғы сабақтарға ұқсас Википедия парақшасынан көптеген мағлұматтар алынады, және де Википедияда көптеген мағлұматтар бар, және де ашық ресурстар, осы Linux-тың барлығы комьюнити, яғни қауымдастықтың қолдауында және қауымдастықтың көмегімен жүріп жатқан операциялық жүйелер екенін ескерсек, онда форумдар, сондай-ақ көптеген блогтар, көптеген посттарды пайдаланып, осы Linux туралы ақпаратты алуға тырысамыз. Және де сабақтар сериясы барынша қазақ тілінде болады. Яғни сабақтың барысы барлығы қазақ тілінде болады. Енді терминдер ағылшын тілінде қалады әрине, және оны кейбір жағдайда аудару қажет болса ғана аударамыз. Қажет болмаса, терминдерді ағылшын тілінде қабылдап, ағылшын тілінде түсінуге тырысамыз. Енді алдыңғы сабақта айтқандай, жолда туындаған мәселелер болса, оны тағы да өздеріңіз пікірлеріңізді білдіріп, біздің мекен-жайға немесе осы YouTube арнасына комментарий ретінде жазсаңыздар болады. Мен оны алдыңғы слайдта көрсетіп кетуім керек болатын, яғни сізде өз үлесіңізді қоссаңыз болады. Мысалы, осы сабақтар сериясын olait@gmail.com сайтына, осы почтаға жазсаңыз болады, немесе abay.ongar@olaitalmaty.kz сайтына, яғни почтасына пікіріңізді жазсаңыз, онда мен сізге жауап беріп, немесе бірге, яғни сіздің сұрағыңызға білгенімше ақыл кеңесімді сізге айтып жатамын. Енді тағы қайталап айтқым келіп отырғаны, бұл сабақтар сериясындағы мәселелердің барлығы өте қарапайым қадамдарды қарастыруы мүмкін. Яғни қарапайым деп отырғанда әрине салыстырмалы түрде айтып отырмыз. Біз өте ірі компаниялардың мәселелерін қарастырмаймыз. Яғни мысалы үлкен ірі компаниялар, кейбір банктер немесе көптеген, яғни 500 мың жұмысшы жасайтын үлкен компанияларда бірнеше домен қойылуы мүмкін, бірнеше серверлік машина қойылуы мүмкін. Ол жақта виртуализация технологиясы қолдану мүмкін. Сондай-ақ роутердің, яғни хардвер, темір түрі қолдануы мүмкін. Мысалы Cisco компаниясының switch, яғни switchtері немесе роутерлер қолданып жатуы мүмкін. Біз ондай жағдайларды қарастырмаймыз. Біз қарапайым жағдай, яғни бізде басында бір ғана осы серверлік машина болады, және де қарапайым switchті қолданамыз, қарапайым интернет, қарапайым роутерді қолданамыз. Яғни бұл сабақтар сериясы өте қарапайым мәселелерді шешуге тырысып көреді, және болашақта кез келген деңгейге дейін өсе алады. Яғни бұл сабақтар сериясында алған біліміңіз жоғарылаған сайын сізге көмектесіп, және де оны сәйкесінше дамытуға мүмкіндігіңіз болады. Енді бұл сабақтар сериясында мен бір машинаны қана осы жерде қолдануға тырысамын. Яғни бұл машина Windows 7 операциялық жүйесі орнатылған Microsoft компаниясының операциялық жүйесі, және бұл жерде мен
VMware Workstation'ды қолдана отырып, осы бағдарламаның көмегімен CentOS машинасын, виртуалды машинасын орнатамын және оны серверлік машина етіп жасаймын. Оның барлығын қазір келесі сабақтарда, яғни тағы да осы виртуалды машиналарды орнату, яғни CentOS операциялық жүйесін орнату, сол кезде тағы түсіндіремін. Яғни сізге құрал жабдық ретінде мысалы бір үстел үсті компьютері қажет болуы мүмкін. Мына жерде қате кеткен екен, яғни үстел үсті компьютері немесе осы үстел үсті компьютеріне сәйкес келетін өте жоғары деңгейдегі ноутбук, яғни ол жердегі жедел жадының көлемі өте жоғары болған дұрыс. Мысалы 8 гигабайт бұл минималды болып жатуы мүмкін, мысалы 6 гигабайтта әрине жетуі мүмкін. Алайда 8 гигабайт немесе 12 гигабайт операциялық жүйе, яғни жедел жады болса сізде, онда виртуалды машинаны орнату және осы машинаның барлығын лаб деп айтып жатамыз, яғни лаборатория ретінде өзіңіз жасап, менің сабағыма ілесуіңіз әбден мүмкін. Енді операциялық жүйе қандай болады десек, сізге әрине Windows-ты қолданған әзірге ыңғайлы болуы мүмкін. Соның ішінде Windows 10 немесе Windows 7 операциялық жүйесі кеңес ретінде айтылады. Сондай-ақ виртуализация технологиясын қолдайтын, яғни процессор қажет сізге. Мен бұны алдыңғы сабақтарда айтып кетуім керек болатын. Алайда бүгінгі таңдағы көптеген процессорлар осы виртуализация технологиясын қолдайды. Және де виртуализация технологиясын қалай қосамыз деген мәселе туындаса, онда интернеттен бөлек қарасаңыздар болады, немесе біз болашақта тағы да сабақ жазуымыз мүмкін. Тағы айта кететін нәрсе, операциялық жүйеңіз 64 бит болғаны дұрыс, яғни сіз егерде 32 биттік операциялық жүйеде жұмыс жасасаңыз, онда кейбір операциялық жүйелердің виртуалды машиналарды жасауға мүмкіндігіңіз болмауы мүмкін. Және айта кететін нәрсе, осы компьютерде екі желі картасы, яғни Network Interface Card, яғни желі картасы болғаны дұрыс, себебі біздің CentOS операциялық жүйесін мен қазір келесі сабақтарда көрсеткендей, осы екі желіні жалғауға тырысамыз, яғни сыртқы және ішкі локалды желі. Олай болса, мына жерде мен қазір көрсетейін. Менде мысалы компьютерде қазір сымсыз жұмыс жасайтын Wi-Fi адаптер бар. Және екіншісі көріп отырғандарыңыздай Gigabit Ethernet контроллер, яғни Network Interface Card. Екіншісі бұл сыммен жұмыс жасайтын желілік карта. Енді, яғни сіздің компьютеріңіз бұның барлығын келесі сабақтарда осы лабораторияны жасау барысында тағы түсіндіре жатармын. Алайда компьютеріңіздің өте жоғары деңгейде және де виртуализацияны қолдайтын машина болғаны дұрыс. Және де әрине интернетке сізге шығуға мүмкіндік болу керек. Себебі біз операциялық жүйемен CentOS-пен жұмыс жасау барысында көптеген пакетчдер, яғни пакеттерді, көптеген бағдарламаларды интернеттен тікелей жүктеп жатамыз. Олай болса, интернет сізге міндетті түрде қажет. Енді мен мына жерде сіздерге өзімнің машинамды көрсеткім келіп отыр, яғни менде қолданылып отырған бұл жерде Intel компаниясының Core i5 процессоры, және көріп отырғандарыңыздай, мендегі процессор мысалы 4 ядросы бар, және де бұл процессордың виртуализация технологиясын қолдайтын мүмкіндігі бар. Және де бүгінгі таңдағы көптеген процессорлар виртуализация технологиясын қолдайды. Енді сіздер оны процессорларыңыздың номерін және де моделін қарау арқылы интернеттен виртуализация технологиясын қолдай ма, осы сұрақты шеше жатарсыздар. Сондай-ақ менің жүйеде қойылған жедел жадының көлемі 8 гигабайт екенін көріп отырсыздар. Сіздерде 6 немесе 8 немесе 12-16 гигабайт жедел жады болса, онда тамаша болады. Енді 4 гигабайт жедел жадымен жұмыс жасау сізге күрделі болуы мүмкін. Сондай-ақ операциялық жүйенің нұсқасы 64 бит болғаны керек, яғни біздің яғни қоятын виртуалды машиналар ол көп жағдайда тағы да 32 немесе 64 бит болып жатады. Олай болса, осы виртуалды машиналарды қолдау үшін біздің өзіміздің негізгі операциялық жүйеміз осы 64 бит болғаны керек. Олай болса, сіздің компьютерлеріңізде осындай сұрақтарды қанағаттандыратын болса, менің болашақта жасайтын барлық сабағымның сериясына қосыла аласыздар, және де өздеріңіз үйде қайталап барлығын үйренуге мүмкіндігіңіз болады деген ойдамын. Олай болса, әзірге осы сабақты аяқтаймын, және келесі сабақта кездескенше мен сіздермен қоштасамын.